Мен Рудный қаласы Бейімбет Майлин атындағы номер 7 мектеп гимназиясының физика пәнінің мұғалімі Курманова Гүлжауһар Данияровна. Бүгінгі, яғни Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай ұйымдастырылған облыстық бейне сабақтар сайысына өзімнің тепе-теңдік түрлері деген 10 сыныпқа арналған сабағымды ұсынып отырмын. Сабақтың мақсаты тепе-теңдік түрлерін өмірмен байланыстыру және себеп салдарын қарастыру. Сабақтың басында топқа бөлу барысында Абай Құнанбайұлының үш өлеңін, яғни әсемпаз болма әрнеге, ғылым таппай мақтанба, өлең сөздің патшасы деген, яғни үш өлеңіне байланыстырып топқа бөлдім. Содан кейін барып, яғни Ескендір поэмасы туралы, яғни балаларға сұрақтар қойылды. Ескендір поэмасын бір бала жатқа айтқаннан кейін барып, одан кейін тепе-теңдік түрлерімен осының арасындағы байланысты сұралды. Сонымен арғатай тақырыпты ашу барысында топтармен жұмыс жасалынды. Топтар өздерінің жұмыстарын қорғап, жаңағы Ескендір поэмасындағы өмірмен байланыстырған және бұл жерде физикалық тұрғыда немесе жаңағы автордың пайымдауы туралы екі жақты ойлар айтылды. Сонымен қоса балалар жаңа сабақты бекіту барысында Kahoot программасы арқылы бүгінгі тақырыпты ішіндегі тапсырмаларды орындады. Сонымен қатар менің ойымша бүгінгі сабақта жаңағы физиканың сабағы тепе-теңдік түрлерімен және Абай Құнанбайұлының шығармасының ішіндегі Ескендір поэмасының арасындағы байланыс бар, яғни тепе-теңдік түрлерін балалар, яғни үйлесімділікті көрсете алды деп ойлаймын. Компьютердің бетінде жазған Google Classroom арқылы кіріп, оның ішінде ссылка бар, Learning App деген программа. Сол программаның ішінде тапсырманы орындаймыз. Сол тірек сөздер бойынша, егер сіздердегі қағазда әсемпаз болма әрнеге деген, яғни өлеңнің сөздер жазылатын болса, бірінші топқа, ғылым таппай мақтанба деген өлеңнің сөздері болатын болса, екінші топқа, өлең сөздің патшасы деген болатын болса, үшінші топқа орналасамыз. Оқушыларымыз әсемпаз болма әрнеге, өлең сөздің патшасы, ғылым таппай мақтанба деп үш топқа бөлінді. Енді осы бүгінгі тақырыпқа қандай қатысы бар деп ойлайсыздар? Кім сұраққа жауап береді? Мөлдір айта ғой, Қанекей. Менің ойымша, бүгінгі сабақтың тақырыбы Абай Құнанбайұлы байланыстырылып өткен осы жыл Абай Құнанбаевқа 175 жыл толып отыр. Және тақырыпты біз Абай Құнанбаевтың ғылым таппай мақтанба, әсемпаз болма әрнеге атты өлеңдерімен байланыстырып отырмыз. Дұрыс айтасың, Мөлдір. Абай Құнанбаев сендер әдебиеттен де өтіп жатсыңдар. Яғни ақын, композитор, биыл оның туғаны 175 жыл екен. Енді біз арғатай осы Абай Құнанбаевтың өзі 3 поэмасы бар екен, соның келесі, яғни поэмасында мына жақтағы кімнің суреті деп ойлайсыңдар? Кім сұраққа жауап береді? Айта қойыңдар. Набыл айта қой. Бұл суретте Александр Македонскийдің суретін байқаймыз. Яғни бұл ұлы Абай Құнанбаев Ескендір поэмасында көрсеткен Александр Македонский. Жақсы. Енді арғатай, біздегі осы Ескендір поэмасынан үзінді, яғни біз алдында Жамбыл Ескендір поэмасының үзіндіні оқып берсек бізге. Жолдасы Аристотель ақылы мол, лақтырған сүйекті алады сол, ханға айтты, қасиет бар бол сүйекте, көзіне көрсетейін хабардар бол. Сол күнде Аристотель жеке дара, ақыл сөзін тыңдамай шара бар ма, тарасына әкелде сүйекті сал, бір жағын алтынса бөлшеп қара. Аристотель хакимге патша келді, мына сүйек қазынаның бәрін жеңді, бұл сүйекте басарлық нәрсе бар ма, ақылымен ойлатапшы, деді. Хакім жерден топырақты алып барды, бір уысын сүйекке шаша салды, ана басы сылқ етіп жерге түсіп, сүйек басы жоғары шығып қалды. Ескендір мұны көріп бастырады, хакімді аулақ жерге шақырады, таңғаларлық іс болды мұның өзі. Мәнісін айтып берші деп сұрады. Бұл адам көз сүйегі деді ханға, тоям адам көзімен мұңмен санға, жем көз жер жүзінде тоймаса да, өлсе тояр көзіне құм құйғанда. Енді қараңыздар. Енді осы Ескендір поэмасының жүзінде енді
тепе теңдік орнады ма, қалай ойлайсыңдар балалар? Кім жауап береді? Тепе теңдік орнады ма? Тағы да. Қанекей, айта ғой Арина. Жалпы бұл ескендір поэмасынан біз физикаға байланысын көріп отырмыз. Негізінен ең бірінші Раушанстар, яғни Аристотель ол физиканың бірінші ұстазы болып саналады. Сонымен қатар тепе теңдік, яғни бұл жерде енді таразы арқылы дене массаларының өлшеу тепе теңдікке негізделген. Яғни бұл жерде тепе теңдік орындалмайды. Яғни Амина дұрыс айтасың. Мына жерде бізде сүйек басым болатын болса таразда, ал екінші суретте жаңағы құм сепкен кезде, яғни алтын басым болды. Яғни бұл жерден тепе теңдік орнамайды. Яғни біздің бүгінгі тақырыбымыз қалай деп ойлайсыңдар сендер? Тепе теңдік түрлері, тепе теңдік түрлері, оның ішінде тепе теңдік шарты деп аталады. Енді сендерге қазір мына жерде 3 топқа бөлініп отырсыңдар. 3 топқа бөлінген кезде сендерге ең бірінші топқа тепе теңдік түрлері, сендерге тепе теңдік шарты, ал сендерге мына оқулықтағы екінші тіректегі дененің тепе теңдігі аударылу деген үшін, яғни екінші пункт беремін. Екінші сендерге мынандай үлестірме материалдар беретін боламыз. Енді қараңдар, мына жақтағы бірінші топқа орнықты, мына жақта А3 форматы тұр, яғни мынандай тірексіз балар, яғни модельдеу әдісі арқылы сендер орнықты және орнықсыз осы тепе теңдіктер туралы айтып кетсеңдер. Ал екінші топ сендер тепе теңдік шарты туралы, яғни тепе теңдік шарты формулалары, қосымша материал беремін. Ал үшінші топ оқулықтағы, бірінші топ және үшінші топ оқулықтағы ашық материалы, соның ішіне қысқаша А3 форматы бар, фломастерлер бар, барлықтар осы жерде орналастырып жазамыз. Қайшы бар, білей бар. Енді сендерде екінші топта тепе теңдік түрлері. Екінші топ сіздерге жеке қосымша мәлімет беріп отырамын. Неге? Мына жақтан қосымша мәліметтер сендерге қазір 7 минут кетеді. Яғни осы жерде тапсырмалардың орындап, мынаны қиып жабыстыруға болады барлықтар. Яғни орындап, тарап шығамыз, бірінші топпен талқылап аламыз, оқуға кетті. Қанекей, мына жақта мынау модельдеу әдісі бойынша ең негізгі күштердің бағыттарын, яғни қай кезде орындалады? Канген-Зайфан формуласы бар, яғни осыны қай кезде құлап кету немесе орнықты тұру туралы жазып кетесің болса, тез. Мүмкін бір массаны алып тастайсың ба? Массалар бірдей болмай тұрған шығар мүмкін. Яғни берілген уақытта аяқталды, топпен жұмыс, мына жерде жұмыстарын көріп, қазір топтан шығып, мына жұмыстарды қорғасаңдар. Бірінші топ қане келе отыр, Рәсип Фазылдан деген. Біздің топқа тепе теңдік түрлері қарастыруға тапсырма берді. Біз бұларды қарастырдық. Бірінші түрі ол орнықсыз тепе теңдік. Егер тепе теңдік күйден шығарылған дене одан әрі тепе теңдік күйден ауытқи беретін болса, бұл орнықсыз тепе теңдік деп аталады. Оған мысал қанат үстіндегі даршы, оның күйі орнықсыз болады. Ал егер тепе теңдік өзінің күйінен шығарылған дене бастапқы орнын өзгертпесе, бұл тепе теңдік талаусыз тепе теңдік аталады. Ал енді үшінші суретте байқайтынымыз ол орнықсыз тепе теңдік. Орнықсыз тепе теңдік дегеніміз, егер тепе теңдік күйінен шығарылған дене бастапқы күйіне қайта оралса, онда тепе теңдік орнықты тепе теңдік деп аталады. Оқушылар бүгінгі тақырыпты топпен шығып
түсініп алдыңдар. Бүгінгі тақырып тепе-теңдік түрлері. Енді сендерге сұрақ, осы Ескендір поэмасындағы осы қандай құрылғыны қолданып тұр деп ойлайсыңдар? Тағы қолданып. Ақбота айта ғой. Бүгінгі сұрақта біз таразымен жұмыс жасадық. Оны тіпті Ескендір поэмасында да қолдандық. Дұрыс отыра ғой. Келесі сұрақ. Енді қараңдар, бұл жердегі автордың ойы қандай? Және бұл жердегі физикамен байланысы қандай деп ойлайсың? Тағы да қандай? Қанеке сұрақ қолданып. Дұрыс, Қанеке айтын айта ғой. Бұл жерде автордың айтқысы келіп тұрған ойы алтынға қарай өзінің тоймауы. Негізі физикалық тұрғыдан қарап айтатын болсақ, бұл жерде алтын ауыр болу керек. Дұрыс, жақсы. Ал Айдынның ойын Жамбыл толықтырып берді. Жамбыл, Қанеке. Егер Айдынның ойын толықтыратын болсақ, әдеби тұрғыдан қарағанда адамның тойымсыздығы дәл осы Ескендір поэмасында көрсетіледі. Яғни адам көзі тірісінде қаншама алтын көрсе, содан артық болуға тырысады. Ал неден өткесін ғана ол алтыннан төмен болады. Жақсы, дұрыс. Ойың дұрыс. Енді балалар, жаңа тақырыпты бекіту үшін бізден де есептелген суреті бар бір текті шар тегіс қабырғаға бекітілген. Осы жерде тепе-теңдіктің шартын орындалатындай бізге күшті табу керек, иә? Осы есепке тақтаға кім шығарсын? Қанеке, барлықтарында. Азамат келе ғой. Тақтаға ал. Үш бұрыш ережесі де қоямын, енді берілгені. 28 ньютон берілген. Бізге табу керек керілу күші. Формула табу үшін бізге mg мен косинус 37 градус табу керек. Енді бізде mg берілген 28 ньютон. Және косинус 37-нің мәні. Келесі бала, бізде жаңа тақырыпты қорытындылау үшін сізде қазір ұялы телефондарымызды ашып, соның ішінде Kahoot программасы, яғни Kahoot кітке кіріп, мынау біздегі парольді енгіземіз. Яғни мына жердегі дұрыс. Ақбота, Асема тез Қанеке, барлық бала осы жерде шығу керек. Басқа бастау үшін неке бірінші біздегі тақырып тепе-теңдік. Неке 3, 2, 1 секундтан кейін бар. Неке ең бірінші сұрақта кезірек. Бильярдтық шар торда орналасқан кезде қандай бізде тепе-теңдік түрі? Дұрыс, келесі. Сұрақ, тездетеміз бала 5 секунд. Көденен тартылған жіптегі моншақ. Келесі. Айнері, дұрыс орында. Келесі. Төртінші сұрақ, арқан үстінде келе жатқан гимнаст. Тез жауап беріңіз. Ана, болды, ондай сұрақ. Келесі. Конус құйғыштағы шар. Тез бір балам. Тез. Дұрыс. Қабырғаға сүйеп қойған саты. Соңғы сұрақ, еденде жатқан қорап. Бірінші орында Айбек, екінші орында Әлижан, үшінші орында Амина. Яғни біздегі осы сабақтың қорытындысы. Оқушылар бүгінгі еді тақырып тепе-теңдік. Яғни осы тақырыпқа бойынша қандай сендер ой түйдіңдер? Кім айтады Қанеке? Сабақты қорытындылау мақсатында Әсем айта ғой Қанеке. Бүгінгі сабақта біз тепе-теңдіктің екі шарты жайлы өттік. Тағы да кім толықтырады екі шарт жайлы? Әлижан айта ғой. Біз бүгінгі сабақта Абай Құнанбайұлының Ескендір поэмасы мен тепе-теңдіктің түрлерін байланыстырдық. Жақсы, тағы да топтан Сымбат айта ғой. Бұл параграф арқылы біз тепе-теңдікті түсіндірген
бізде себеп салдар байланысын орнаталды. Яғни біз бүгін Абай Құнанбаевтың 175 жылдығын, яғни оның ішінде ескендір поэмасымен және физиканы байланыстырып, қандай құрылғы біздегі ең бастап қандай құрылғы болып тұр? Таразы, иә, сонымен қатар мынағысындегі енді таразылар болды.